Сәлеметсіздер ме? Сіздердің алдарыңызда озық оқу орталығы. Біз қазір логарифм 5-тен 1 бөлінген тубырасты 5 есебін шығару керекпіз. Мұнда біз қолданылатын формуламыз: бірінші, біздер логарифм негізі 5 болғандықтан оны мәнінде 5-ке келтіріп алу керекпіз. Сондықтан біз 1 бөлінген тубырасты 5-ті 5 арқылы өрнектейміз. Ол қалай? 1 бөлінген тубырасты 5 дегеніміз ол тубырасты 5-тің -1 дәрежесі. Ал тубырасты 5 дегеніміз ол бізде 5-тің 2-ден 1 дәрежесі және оның -1 дәрежесі. Мұндағы тубырасты 5-іміз біздің 5-тің 2-ден 1 дәрежесі және оның -1 дәрежесі. Біз білеміз, дәрежесі бар санды дәрежелегенде дәрежелер көбейтіледі. Сонда 5-тің -2-ден 1 дәрежесі шығады. Мұндан енді орнына қоятын болсақ, бізде логарифм 5-тен 5-тің -2-ден 1 дәрежесі шықты. Біз білеміз, формула бойынша логарифм адан, мәселен, бұның x дәрежесі болатын болса, ол тең болады x бізде коэффициент болып көйгіш болып кетеді. Логарифм адан б болады. Сонда сол формуланы пайдаланып бізде тең болады -2-ден 1 бізге көбейткіш болып түседі дәреже. Сонда логарифм 5-тен 5 өрнегі қалады. Ал екінші формула бойынша логарифм адан а тең болады 1-ге. Себебі а ол аның 1 дәрежесі. Мұндан да 5 ол 5-нің 1 дәрежесі. Сонда бізде -2-ден 1 көбейтілген 1 тең -2-ден 1 немесе -0,5 шығады. Назарларыңызға рахмет.